мемлекеттік қызметтің ашысы да бар, тұшысы бар, сындарлы кезеңдер де бар. Когда-нибудь вообще избавимся от этой вот напасти, как смог? Саракинский район на сегодняшний день на 99% уже газифицирован. Вопросы острого характера, срочного характера, либо системного характера. В любом случае житель должен достучаться до первого руководителя. Ермек Серкебаев көшесіндегі саябақтардың ашылатын түрі бар ма өзі? Өздерінің алаңдарынан басқа баратын да жер жоқ. Бомждарды, ішімдікке салынған, араққа салынған азаматтарды жинап алып қаланың сыртына шығарып тастайды. Көп азаматтар осындай өмір салтын қалайды. Және де жаз мезгілі болса, сол орталықтан қашып кетіп. Саракинский район является самым криминальным. На улицах гражданам никто не мешает. 38 баладан бір класста отыратын сыныптар, мектептер бар. Армысыздар, ел және орда YouTube арнасының көрермендері, біздер бүгін жаңа жобаның тұсауын кескелі отырмыз. Әр бейсенбі сайын ел және орда YouTube арнасында арнайы сұхбаттар легін шығаратын боламыз. Оған аудан әкімдерінен бастап парламент депутаттары, үкімет мүшелері арнайы қатысатын болады. Основная цель нашего проекта – это более детальное освещение социально-экономической ситуации в городе и в республике. И сегодня нашим первым гостем стал аким старейшего района города, района Сарыарқа, Есет Берікұлы Байкен. Добрый день, Есет Берікович. Қош келдіңіз, Есет Берікұлы. Бірінші сұрағымызды жылыту маусымынан бастасақ. Өзіміз білетіндей күн суыды. Осы орайда Сарыарқа ауданындағы барлық тұрғын үйлер жылыту қазандығына қосылды ма? Ең бірінші қайырлы күн. Елорда ақпарат, жалпы елордамызда ақпарат айдында өзіндік форматы бар, өзіндік стилі бар. Әкімдіктің атқарып жатқан жұмыстарын халыққа жеткізе беретін, сонымен қатар елімізде болып жатқан жаңалықтармен уақытылы бөлісетін қызықты ақпарат құралына айналған ақпарат көзі. Сондықтан ең бірінші жаңа бағыттағы жұмыс бастап жатырсыздар. Өте қуаныштымыз. Сарыарқа ауданынан бастап жатыр екенсіздер. Қош келдіңіздер. Енді кезекте сұраққа көшетін болсам, қазіргі таңда Сарыарқа ауданы бойынша 900-дей көп қабатты тұрғын үй бар. Оның 680-нен астамы орталықтандырылған жылыту қазандықтарына қосылған. Қалған үйлер дербес өзінің жылыту қазандықтарын, яғни электр, дизельдік және де басқа да газға қосылған. Біздің мақсат осы орталықтандырылған қазандықтарға қосылған үйлерді уақытымен жылыту маусымына қосу керек болатынбыз. Қазіргі кезде 99.8% үйлер қосылды, яғни толығымен қосылды деп айтуға болады. Екі мекенжай Гетті 3 және де Мәскеу көшесіндегі 30-1 үйде жаз мезгілінде басталған ремонттау жұмыстары жасалып жатыр. Ол қажетті шара, себебі алдымыздағы жылыту маусымда осы екі мекенжайда оқыс авариялық жағдайдың болдырмас үшін толыққанды жүйелі жұмыстар атқару керек болатын. Ол мерзімді талап етеді, бірақ дегенмен де қатты суықтардың түсуіне дейін ол үйлер жылытуға қосылатын болады. В продолжении темы отопительного сезона жители частного сектора топят углем. Соответственно, зимой город накрывает смог. К примеру, вот на юго-восток вообще невозможно заехать. Мы когда-нибудь вообще избавимся от этой вот напасти, как смог? Одним из основных решений данного вопроса в сторону улучшения экологической ситуации в столице в целом Елбасы, первым президентом Республики Казахстан Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым было поручено газифицировать столицу. Каждый день мы, акимы города Нур-Султан, отчитываемся уже о подключенных количестве домов индивидуального жилищного строения. Это говорит о том, что Саракинский район на сегодняшний день на 99% уже газифицирован. О цифрах на сегодняшний день для подключения, для получения технических условий по подключению к газификации уже подано порядка 2000 заявок, получили 1900. Конкретно подключены уже газом отапливаются дома. Это 520 домов, то есть абонентов на сегодняшний день газифицированы. Помимо этого у нас есть социальные, культурные объекты. Это у нас детские сады, больницы, дом престарелых, которые подлежат также газификации, расположены в жилых массивах. Их количество 14.
в текущем году до конца года они тоже будут газифицированы. Вот таким образом решается вопрос со смогом в районе Сарыарка. Есет Берікұлы, бізде келесі сұрақ мынандай болып тұр. Елордадағы маңызды жауыр болған мәселе дейміз ба, көп адамдардың осы қинап қойған проблемалық сұрақ болып тұр. Бұл үлескерлер мәселесі. Үлескерлер жаңағыдай көптеген қазақ отбасылары үйлі бола алмай, жаңағыдай жаңа үйдің кілтін ала алмай жүр. Өзекті мәселе. Үлескерлер мәселесі, өздеріңіз білесіздер, елордадағы жалпы біздің Сарыарқа ауданы ғана емес, жалпы елордадағы өзекті проблемалардың бірі. Осы ауданда орналасқан объектілерге келетін болсам, түбегейлі барлық объектілердің шешімі бар, және де ол жақын арада шешіледі. Мысалға айтатын болсам, былтырдың өзінде, былтырғы жылда Гарант тұрғын үй кешенінің үлескерлері толығымен жұмыс аяқталып, кілттерін қолдарына алып, қазіргі кезде көшіп алды. Осындай қатардағы Зере 1, Ақерке 2 тұрғын үй кешендерінің үлескерлері кілттерін алып, қазір қуаныштарын тойлап жатыр. Енді қалып отырған бізде Баспана Көктал және 7 жол тұрғын үй кешендері. Қазір Елорда құрылыс компаниясы деген арнайы әкімдіктің қарамағындағы ұйым бар. Осы ұйым толық осы объектілердің құрылысының аяқталуына жауап береді. Вот у вас здесь в акимате самый открытый, прозрачный кабинет из всех акиматов района. К тому же вы регулярно проводите прямые эфиры в Facebook, где отвечаете на вопросы граждан. Это хайп или необходимость? На сегодняшний день это, наверное, требование сегодняшнего дня в системе местного управления, самоуправления, где глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев ставит задачу работать согласно концепции слышащего государства. Что такое слышащее государство? Это быть всегда доступным для наших жителей, где возникают вопросы острого характера, срочного характера, либо системного характера. В любом случае житель должен достучаться до первого руководителя, до ответственных лиц и задать свой вопрос, передать свою проблему для положительного решения. В данном случае Сарыкинский район в этом направлении уже начали работать с 2018 года. Здесь открыли фронт-офис. В 2019 году Аким района пересел на прозрачный кабинет, на первый этаж спустился. С того момента в дальнейшем мы продолжаем эту тенденцию. Жители наши привыкли, наверное, они на сегодняшний день уже не примут другой формат. К нам вот поступил вопрос от жителя агрогородка. Когда там наладят обеспечение электроснабжением? Исторически обеспечивалось сетей подразделения, подчиненные национальной компании «Казахстан Темиржолы». В народе его называют ЭЧ-8. И вот только в 2019 году, когда вмешался аким города Алтай Сизевич в эту проблему, достигнута была договоренность, соглашение с подразделением «Казахстан Темиржолы» о взаимодействии и дальнейшем передаче этих сетей на баланс акимата. Сейчас подразделением КТЖ определена подрядная организация по подготовке необходимой документации для передачи. То есть процедура передачи требует формальности же. Поэтому эти работы производятся до конца текущего года, планируют полностью передать. Ермек Серкебаев көшесіндегі саябақтардың ашылатын түрі бар ма өзі? Ермек Серкебаев көшесі бізде Сарыбұлақ өзеніне жақын орналасқан көше. Ол жерде бізде қазір кезде Есіл өзенінің жағалауынан басқа қоғамдық кеңістік жоқ деп айтуға болады. Бірақ жоспарда екі қоғамдық кеңістік салу жоспарлануда. Оның ең шұғыл жақын арада іске асатыны Рыскелді Қажы мешітінің оң жағында үлкен бір алаң бар. Ол алаңда қоршаған ортаны қорғау басқармасымен жобалық сметалық құжаттама әзірленіп, мердігер анықталды. Бірақ мердігердің күз мезгілінде анықталған себебінен құрылыс жұмыстары келесі жылға қалдырылды. Көктем айында құрылыс жұмыстары басталып, сол жерде үлкен бір сквер салынады мешіттің жанында. Ол Ермек Серкебаев көшесіне өте жақын орналасқан. Ал сіз білесіз бе, жалпы сол жердегі тұрғындар басқа көшенің саябағына барып, балаларын сол жерге барып ойнатып жүрген? Ол көшенің тұрғындары жақын арада өздерінің алаңдарынан басқа баратын да жер жоқ. Сол жерлерде уақыттарын өткізді. Және де Сарыбұлақ
өзеннің жағалауы, Есіл өзенінің жағалауы толығымен тұрғындардың пайдалануына берілген. Ол жерде жағажайы бар. Сол жерде уақыттарын өткізетін. Жағажай оларға жақын ба? Жақын, өте жақын. Бірақ олар қайткен күннің өзінде де сол жағажайлардың бәрін жағалап жүр, шынын айту керек. Өздеріне жеке саябақ салынған жоқ қой, енді айту керек, шынын айту керек қой. Дұрыс айтасыз. Иә. Жоба толығымен келесі жылы басталатын болады. Ол жерде керемет бір үлкен өздеріне арналған саябақ салынады. Сол Ермек Серкебаев көшесінің агроқалашық тұрғын алабындағы жерде тұратын тұрғындарымыз ешқашан двор тұрмақ, сквер тұрмақ, двор да жоқ өздерінде. Жаңағы соған бір үлкен футбол алаңымен, баскетбол алаңымен өздерінің бюджетке қатысу жобасы аясында іске асырылған сквер салынды. Толығымен тұрғындар өздерінің жобасын іске асыртуға болады. Исит Беликович, давно хотела вас спросить про уличные туалеты. Вот иногда гуляешь по городу, в том числе старой части города, и вот поиск туалета превращается в квест. Когда у нас появится достаточное количество уличных туалетов? В этом плане Сарыкинский район является самым преуспевающим. У нас в достаточном количестве имеются уличные туалеты. В центральной части района у нас находится расположено 5 таких туалетов. И вот в Коктал парк построили, там мы установили порядка 7 туалетов в одном только парке. Сейчас основное требование, где мы строим общественное пространство, мы сразу устанавливаем общественный туалет с бесплатным доступом для наших граждан. Сейчас полностью наши общественные туалеты в количестве 12 штук по району являются доступными. Планируем дополнительно открыть 2 туалета. Это имеющиеся у нас помещения, которые будем оборудовать под общественный туалет. Это по улице Мамбет. А вот по обслуживанию туалетов. Многие жалуются, что если и найдешь туалет, то не зайдешь в него. Да. В этом плане у нас имеется подрядная организация, требования к которым очень самые строгие и жесткие. В рамках осуществления обходов, объездов обязательно сам захожу, проверяю. Не только чистый и, как есть, прямо скажу, наличие туалетной бумаги, но и салфетки должны быть. Помимо этого, другие удобства в виде санитайзеров, тоже на эти моменты обращаем внимание. То есть если мы при обходах обнаруживаем несоответствие по обслуживанию этих туалетов, мы выставляем штрафные санкции и не оплачиваем за эти услуги. Енді есет Берікұлы, Құдай басқа салмасын. Ел болған соң, мемлекет болған соң түрлі жағдайлар болады, қиын жағдайлар орын алады. Сарыарқа ауданында үй жайы жоқ болмыждар, араққа салынған азаматтар бар. Тұрғындар осы мәселеге алаңдап жүр. Жалпы кезінде бір кездер болып еді ғой, ОБС өткізгенде, экспо өткізген кезде осындай бомждарды, ішімдікке салынған, араққа салынған азаматтарды жинап алып қаланың сыртына шығарып тастайды. Сіздер осы мәселемен қалай күресіп жатсыздар? Әлі осы дәстүр қалып қойды ма осы районда? Әрине, қоғам болғаннан кейін ондай азаматтарда жоқ емес. Бар деуге болады, бірақ бізде Сарыарқа ауданында ондай дәстүр болмаған, қалыптаспаған, және де пайдаланбаймыз, қаланың сыртына шығарып тастау деген. Біздің жұмысымыз ол жағынан өте реттелген. Себебі бізде Байқоңыр ауданында орналасқан адаптациялық орталық бар, мемлекеттен қаржыландырылады. Толық жатын орындары бар. Және де ол азаматтарды, мысалы, жолдан шатысқан, қиын жағдайға түскен, және де жаңағыдай әртүрлі жағдайларға түскен азаматтар ғой. Оларды қалыпты өмірге келтіру барысында барлық жағдайлар қарастырылған орталық. Қосып айта кететін жағдай, жақын арада өзіміздің әріптесіміз осы Сарыарқа ауданының қызметкері сол жерге директорлыққа тағайындалды. Атын атайсыз ба, қандай жер? Сауықтыру кешені ма бұл? Сауықтыру кешеніміз адаптациялық орталық. Адаптациялық орталық. Толық аты бар, әрине, қазір дәл кезде қиын жағдайға түскен азаматтарды адаптациялық орталығы. Сол жерде біздің әріптесіміз оны іштей біледі. Біз соған барып өзіміздің осындай азаматтарымыз тапсырған кезде толық жеке бақылауын алып, жақсы қалыпты өмірге қайттан қосуға
талпыныс білдіреді. Әрине, бес саусақ бірдей емес, барлығы бірден адаптация алып, жаңағыдай қалыпты өмірге қайтып келеді деген сөз жоқ. Себебі көп азаматтар осындай өмір салтын қалайды. Және де жаз мезгілі болса, сол орталықтан қашып кетіп, жазда жаңағыдай әртүрлі қуыстарды мекен етіп жүреді. Олармен әрдайым біздің жаңағы орамішілік, санитарлық жағдайды қамтамасыз ететін мердігер компанияларымыз анықтап, көбіне олар жаңа аулалардың ішінде шөп өскен жерде, сондай жерлерде орналасады ғой, кішкентай үйшік жасап, сол жерді анықтап бізге тапсырып отырады. Біз полиция қызметкерлерімен бірге сол адаптациялық орталыққа тапсырып отырамыз. Полиция қызметкерлерімен барасыздар, яғни? Әрине. Өйткені өзіңіз айтып өткен ішімдік ішіп отырған азаматтан әртүрлі өрескел қылықтарда шығып қалуы мүмкін. Сондықтан біз қауіпсіздік үшін, қызметкерлеріміздің қауіпсіздігі үшін полиция қызметкерлерімен барамыз. Және де оның процедуралық шарты сол. Полиция қызметкерлерімен бірге тапсыруымыз керек. Ол егер сауықтыру жаңағы адаптациялық орталыққа жатқыздыңыздар, одан шыққаннан кейін бір азаматтар бір жақсы болып кетеді ғой. Сондай кездерде сіздер қалай қолдап жатсыздар ол азаматтарды? Мен өзімнің тәжірибемде әлі ондай азамат қайтып келіп, мен алдыма келіп кездескен жоқ, шын айтайын. Бірақ біздің жұмыс барысында ол да қарастырылған. Жалпы қызметке жұмыспен қамтамасыз ету орталығымен жұмыс жасаймыз. Тығыз қазір кезде ол орталықтың қарамағында 8.000-ға жуық вакансия бар. Ең бірінші табыс көзін анықтау. Кез келген сауығып келген азаматты, оңалып келген азаматты табыс көзімен қамтамасыз ету керек. Сондықтан алдына қиналып келген азаматтардың бірінші шешетін мәселе ол жұмысқа орналастыру. Сол жұмыспен қамтамасыз ету орталығымен жұмысқа орналасқаннан кейін басқа да тұрғын үй мәселесі, басқа да шешіп жатамыз. Бірақ бізде бір қалыптасқан үрдіс бар ғой. Осы әбден болғаннан кейін барып, жаңағыдай жұмысын береміз, немесе үйін алып береміз деген сияқты. Мысалы, болмағанға дейін, арақ ішпегенге дейін, мысалы, ол адамдардың жұмысы болса, үй жайы болса, ондай жағдайға мысалы түспес еді ғой. Әрине, ол енді терең зерттелетін сала, бірақ біздің негізгі мәселе, негізгі күнделікті атқаратын жұмысымыз сол проблемаға душар болған, проблемамен кездейсоқ келіп қалған азаматтардың проблемасын шешумен байланысты. Все говорят, что Сарыаркинский район является самым криминальным. Известно ли вам количество женщин с низкой социальной ответственностью в вашем районе? Например, на Старом вокзале от них до сих пор нет проходу, хотя кто только не объявлял им войну. Что касается Старого вокзала, женщин с низкой социальной ответственностью, то на сегодняшний день в районе Сарыка, в районе магазина Даулет эти проблемы исчерпаны. Мы осуществляем и ночные обходы с коллегами. Никогда за период моей службы на данной должности я ни одного заявления от граждан не получал, как раньше это традиционно поступало, о том, что там не дают проходу. Там их практически нет на улицах. Имеет место быть определенным участкам, домам, адресам, но на улицах гражданам никто не мешает. И этих людей с низкой социальной ответственностью на улицах у нас нет в Сарыаркинском районе. На сегодняшний день проблема решена. Есет Берікұлы, бізде мынандай бір жауыр болған дейміз ба, бір мәселе бар осындай. 3 ауысымды мектептер жөнінде. Сыныпта оқитын оқушылардың саны көп, 50-ден аса дейді. Сосын ескі ғимарат бар дейді. Осындай жағдайда қазір елде эпидахуал болып жатыр, пандемия кезі. Бұның өзі бір салдары бір ауыр болмай ма? Жалпы Сарыарқа ауданында 342 мың тұрғын бар. Ол Нұр-Сұлтан қаласындағы 4 аудан арасында ең көп халқы көп шоғырланған аудан. Демек, балалар саны да өте көп. 57 мың оқушы қазіргі күні бізде 33 мектептерге барып білім алуда. Ол дегеніміз мектеп санынан көріп отырсыздар, өте тығыз. Бірақ біз білім басқармасымен бірге келісе отырып жасалған жұмыс нәтижесінде 3 ауысымдыдан құтылдық. 3 ауысымды жоқ, бірақ переуплотненный дедік, тығыз отыратын жаңағыдай 38 баладан бір класста отыратын сыныптар, мектептер бар. Мәскеу көшесінде орналасқан 14-ші мектеп кезінде ешкім ойламады, ол жерде үлкен ЖК Махаббат салынады, және де Лея салынады деп. Енді
үлкен кешен салынғаннан кейін әрине бардың балалары бірден лап етіп жаңағы кішкентай мектепке барғаннан кейін сондай проблема туындады. Бірақ оның да шешімі бар. Барлығы жоспармен шешіледі. Чаще всего нас спрашивают про благоустройство дворов. Вот один из вопросов от жителя дома по улице Бабатаевой 8. Они просят привести в порядок двор и установить детскую площадку. Это возможно? Бабатаевой 8 для меня очень известный адрес. Неоднократно там бывал, с жителями встречался. Это у нас в Коктале один в жилом массиве как раз расположено. Там в целом неблагоустроенных остается более 4 дворов, 4 или 5 дворов остаются неблагоустроенными. Все вот эти дворы у нас уже заказаны проектно-сметной документацией. По их получению в следующем году мы уже приступим к их благоустройству. Аппаратыңызда қанша адам жұмыс істейді жалпы? Аппаратында штаттық 51 адам. 51 адам. Аудан әкімімен қосқан кезде. Енді былай бір өзінің шкаласы болады ғой, балдық шкаламен есептегенде 1 мен 10-ның арасында сіз қалай есептейтін едіңіз? Баға беретін едіңіз? Тиімділігін. Тиімділігін? Тиімділігін. Аппараттың қызметкерлерінің нәтижесі өте жоғары деп есептеймін, бірақ бағаны беретін әрине халық. Сондықтан біздің аппаратымыз неғұрлым тиімді халықтың мұң-мұқтажын естіп, уақытылы тиімді шара қабылдап, солармен бірге болса, соғұрлым біздің жұмысымыз тиімді деп есептеймін. Тесит Беликович, вот в народе говорят, какой казах живет без кредита. Есть ли у вас долги перед банками? Конечно, есть. Какой госслужащий без кредита? Моя история, кредитная история начало имеет с 2010 года. Первый кредит я 57 тысяч тенге купил маме на день рождения телефон. Nokia 5700. По-моему, даже модель помню. В дальнейшем эта кредитная история никогда не прерывалась. Можно отследить мои все материальные достижения по моим кредитам. Последний кредит сейчас я имею. Недавно приобрели для моей семьи машину. Этим летом, гуляя вот по городу, по району в том числе, я заметила множество высохших деревьев. Чаще хвойных, за которыми, как бы ухаживают, но в то же время они погибают. Зачем сажать дорогие породы деревьев, которые не приживаются у нас? Здесь самое главное, наверное, вы правильно озвучили, полив, системный полив. В этом направлении на сегодняшний день по поручению акима города проводится определенная системная работа по обустройству поливочной системы. То есть вы причиной называете не то, что сами породы деревьев не приживаются, а именно то, что за ними недостаточно ухаживают? Да, я хотел еще добавить именно технологии посадки. Она должна соблюдаться, то есть посадкой должны заниматься именно агрономы, профессионалы этого дела. Баршамыз білетіндей, өзіңіз енді Сарыарқа ауданының әкімісіз. Бұл елорда ғой, елорданың ауданы. Тұрғындар тарапынан бізге сауалдар жолданған болатын. Нұр Бесік тұрғын ауласындағы көшелер қашан жөнделеді дейді. Бұл тіпті жаңағы ел астанасы болса да жарық жоқ деген өздерінің сұрақтарын жіберіпті. Сіз не айтар едіңіз? Әрине қиыншылықтарын жеткізеді, онымен толық келісемін. Жаңада басында айтып өткен проблемалардың барғысы осы Нұр Бесік туралы. Бірақ электр желісі, су құбыры, басқа да көше аралық жолдардың мәселесі жобалық сметалық құжаттаманы талап етті. Қараша айында су беріледі, электр шешіледі, одан кейін канализация. Су берілгеннен кейін су бір жерге кету керек. Қазіргі кезде септиктер әрқайсы үйде. Ол септиктердің біразы алынып тастады, өйткені жол, жаңағыдай желілер жасалып жатыр ғой. Барысы алып тасталғаннан кейін суды жіберетін жоқ ол жерде ешқандай. Ал қалған жұмыс, абаттандыру жұмысы, асфальт жолдарды асфальттау, және де жарық столбларын көшелерге жарық тарту, телефонизация, оның барысы келесі жылға қалдырылады. Осы күнге дейін жарық жоқ. Көшелерде жарық жоқ дейді. Бұл енді біздің еліміздің астанасының үшін. Жарық шешілді. Жарық биыл шешілді толық. Бұл бізге биыл шешілгеннен бұрын, бұл бізге осыдан бір 2-3 күн бұрын түскен сұрақ. Нұр Бесік жалпы тұрғын алабы ол қанша жылдан бергі келе жатқан үлкен көше ол қалай? Мен білетін 10 жылдың шамасында. 10 жылдың шамасында, демек оның көшелерінде жарық
Қазір жарық бар, көшелерінде жарық бар. Бізге келіп отыр тұрғындар тарапынан сұрақ. Айына бір рет түнгі аралауға шақырамын. Спасибо, Исигит Беликович, за интервью, за то, что вы стали нашим первым гостем. Вот, спасибо всем за внимание и до следующего четверга. Спасибо вам. Не случайно, наверное, начинаете с Сарыкинского района, так как строительство, перенос самой столицы начиналось именно с Сарыкинского района. Поэтому желаю вашей программе прогрессивного развития, чтобы у вас очень много было зрителей и каждый день ждали ваши очередные передачи. Рахмет. Сау болыңыздар. Рахмет сізге.